Мақсатов Бауыржан Камалович. 1983 жыл туылдым Тағаташ районында. Тағаташта тұрамын. Көшемнің аты Алфараби 36. Не себеп болғанда осы Анвар деген группаға шығарамын деп, январдан бастап ізіме түсіп алып, ізімнен аңдып жүрді. Кім о Анвар деген? Участковой. Неге группаға шығарамын дейді? Білмеймін, мен квартира президентский вертіп алып қабылханаға шығып, жәрдем сұрап едім ғой, үйіме газ, свет, тоқ тартып беруді. Содан кейін бір жыл екіге шығып айттым Анвар туралы. Маған бейтаныс қағаздарға қол қойдырды. Мен жәрдем сұрап бар, жәрдем алатын кездегі. Таза келген кездерінде жұмысқа. Сонымен содан бастап ізімнен түсіп алып. Анвар деген ол неме? Махалледе участковой ма? Участковой, ава. Участковой ғой. Есігінің сыртында суреті қыстырылып тұрған жоқ. Суреті қыстырылып, фамилиясы жазылып, телефон нөмірі жазылып тұрген. Бұл фотографқа ұқсап, визитка тарқатады, визитка. Телефон нөмірі жазып қойып, фотографтарға ұқсап. Енді сол январдан бері ізімнен қалмай келді. Бөлімнің үйінде, Серік деген бөлімнің үйінде емделіп укол алып жатсам, соның үйіне іздеп келді. Не бойынша емленіп отыр едіңіз? Мен өкпем аяздап, ангинам шығып, аяздаған уколын алып емделіп жатсам, іздеп келді. Іздеп келгенде менің әйелім менен келінім үйді орқылаймыз деп үйге кетіп еді. Сол адресін келінімнен сұрап келді микрорайонға, Тағаташты микрорайонға. Сөйлерден алып шығып кетті мені. Менді қысындым, біреудің үйіне милиция келіп тұрғасын, яқшы жүрсек шығасақ шығады деп кезіне еріп шықтым. Ол Тағаташқа келіп, Тағаташта апарып мені ЭКГ-ға түсірді, рентгенге түсірді. Сосын үйге келдім, үйге келіп тоқтадым. Үйге келгенде ол карта сұрамай ма барған жер, картам үйде, картамды алып шығайын деп үйге келдім де тоқтадым, ойланып тұрдым да, ойланғаннан кейін бармай қалдым. Бармай қалсам мені сүреді. Қасына және бір милицияны шақырды. Ол қашан болды ол? Сол январдың ішінде болды. 25 январы ма? 25 январында. Сөйтіп мені сүреді, сүрегеннен кейін мен үйіме келдім де тоқтап, ойланып қалдым да бармадым. Қасына және бір сотрудникті шақырып екеулеп сүреді. Оны қоңысын видеоға түсіріп алды айнадан. Қоңысыма сөйледі, сенің не жұмысың бар? Не жұмысың бар? Жәрдем керек болса сен неге бермейсің деп ана қоңысыма сөйледі, ауыр сөз айтты. Сосын ол түсіріп алды. Сізді мына 11 апрельден бері қамап қойғанның себебі не? 11 апрельден бері қамап қойған себебі сол осы айының ішінде, февраль айының ішінде үйіме келіп түнде. Білмеймін, бір бейтаныс жаңағыдай видеоларға алған ұқсайды. Сен біздер келдік, есігіңді ашпадың, сол үшін сені видеоға түсірдік. Ажағаңды сені видеоға түсірдік деп соларды, сол доказательство деп отделге шақырып, отделде не то протокол толтырды. Сонымен сотқа барасың деді бұл. Протоколға неше адам қол қойды? Өзім қойдым, өзіме жаздырды, алдап жаздырды, алдастырып жаздырды. Сотқа барасың деп. Сосын ана екінші қағазға квартирам қоңсын звондап біздерді шақырып жіберген үшін 60 мың сом штраф төлейсің деп. Соны айтты, мен айттым төлемеймін дедім 60 мың сом. Ona екінші қағазбен сотқа барасың деді. Сот нешесінде болды? Сот мына жерде 15-інде болған шығар, осы жерде 15-інде болды. Ауылдың Тағаташтың сотына апарамын деп алдады да, сонымен Дамгомға шақырып, бәрі мамаңды шешіп береміз деп алдап, жан жақтан жабысып кетті маған. Бір адамға 14 милиция. 14 милиция келді? Қолдарымды жарағылып, жаралар күтіп кетті, қолдарымды жарағылып, алдап сол жерден басып, женшіп, қой сүрегенде ғой, сүреп алып кетті біреу кісіге. Сіздің ұйқыңыз нормальный ма еді? Денсаулығыңыз да? Ұйқым жақсы, денсаулығым нормальный. Бір айнадан шығарып қойған қағазым бар, сотталмады деген. Не жұмыс істейсіз? Кәсібіңіз не жұмыс істейсіз? Кәсібім жаңағы надежный потолокта установщик. Установщик, ұста? Уста сондай.
Сөйтіп сонымен машинаның ішінде қолымды қысып кетті. Қолымды шеш азғантай десем, қолымды шешпеймен, қолымды жаңағы Анвар деген наручник салды, кілті Анварда. Мен тоқтатып, ол шақыр Анвар десе, Анвар мына менің үстімен, Сараншаның үстімен кеткен, бұл мені мына привокзальныйдың үстінен айдап алып келді. Қолымды қатты қысты, ешкім айтқанын тыңдамай ұрды, соның ішінде қылғындырды. Бауыржан, сіз бұрын сотланбағансыз. Сотланбадым ба? Арақ ішесіз бе? Жоқ, арақ ішпеймін. Енді бір сізді 11-інде алып кетуіне бір себеп болу керек қой. Біреу үстіңізден жазған ба, арза берген бе, не болды? Қоңысым жаңа квартирант арза берген, және бір адам арза берді дейді. Не деп арза берген? Білмеймін, оны айтқан. Арзасын көрсетпеді. Көрсетпеді. Сотта неше адам қатынасты? Сотта тек өзі Қалжанов Анвар отырды, Айбек отырды, Дамком, сосын жаңа прокуратурадан бір адам, соттың жаңа жәрдемшісі ма, сол адам. Дамкомам бар ма ішінде? Дамком қайтып араласып жүрді оған? Дамком ол жаңағы менің кішкене қателерімді айтқысы келді, бірақ толық айта алмады. Қателеріңіз не ол? Қателерім жаңағы бір мәрте бір машинамен бүксіп қалдым, көзім шағылып машинамен. Сонда өзі машинаның алдына тастады деп айтты. Соныменен 4 врач қатынасты. Сот прокуратурадан бір адам, жаңағы жазып отыратын бір адам, секретары. Сонымен Дамком и участковый қатынасты. Сотпенен 5. Адвокат болмады ма? 7-8. Адвокат болмады. Адвокат жаллаған, ол хабарсыз қалған ба сонда? Менің нөмірімді осы жердің врачтарына беріп кеткен специальный. Ол менің телефоным, нөмірім, ол өздері тартып алған телефонның ішінде еді. Алдастырып, ешкімді қатынастырмай, өздері қатынасып, осы жерге әкеліп тығып кетті мені. Менің сөйтіп алдады мені. Енді әзір қандай емлерді алып жатсыз? Қазір маған ішпеймін десем де, құрдан құр өздерінің таблеткаларын беріп, ішкізіп, жегізіп, менің миымды улап жатыр. Мен негізі точный жаңағы диагноз қоймай, дәрілерді беріп жатыр. Семьяңыз бар ғой? Семьям бар, бір қызым бар. Бір ұл, бір қыз? Бір қызым бар. Бір қызыңыз бар. Мектепке бара ма? Мектепке барады. Бұрын үстіңізден ондай қоңсылардан нелерден? Бұрын ондай болған жоқ. Әзір мынау шөлкемлескен ахуалда болып тұрды. Қалжанов Анвар ар жағында замначальнигі бар. Замначальнигі басшылық етіп жүр. Басшылық етіп осы жерге келдім. Осы жерге келген кезде жаңа замначальнигін тап болды. Сол әкеліп тығып кетті өздері. Сөйлесіп. Мені шығарып тұрды далаға, коридорға. Сізбенен қарсыласып қалуына не себеп болған деп ойлайсыз? Менің қарсыласып қалғаныма, мен жаңағы президент виртуал қабылханаға шығып жәрдем сұрағаным, одан кейін мен жаңағы бейтаныс қағаздарға қол қойдырды, жаздырды. Мен соларға үстінен жаңағы 11.02-ге, 102-ге мен шықтым, солар себепші деп ойлаймын. Сосын жаңағы үйден шығарып жіберудің жолы квартирант сол жағы да бар, сол жағы да себепші деп ойлаймын. Мені үйден шығарып жібергісі келіп жатыр күштеп. Квартирант сіз қойдыңыз ба квартираға? Мен қоймадым, алдыңғы сатып алған адам қойды. Менің бірақ қолымда жасау құқығына ие деген қағазым бар, пропискам бар сол жерде. Ол частный дом ба, қандай? Частный емес, жер жай. Жер үй ғой, жер жай. Ол кімнің атында ол? Ол енді сатып алған адамның атында, бірақ менің қолымда нотариусте берілген қағазы бар, жасау құқығына ие деген пропискам бар. Сатылып кеткен жай, кім демек ол адам жайды сатып алған, бірақ сізді шығарғысы келіп жатыр. Сіздің ол жайға нең қағазым бар қолымда, жасау құқығына ие деген қағазым бар. Қарындасымның бұрыннан тұрасыз ғой сол жерде? Сол 99-дан бері тұрамыз сол жерде. 99-дан бері тұрамыз. Енді мына жәмиетшіліктен неден қандай жәрдем сұрайсыз? Сізді мына жерден? Мені осы жерден бір аман-сау алып шықса, сол бала-шағамның алдына барсам, бала-шағамның күнделікті жұмысымды істеп,
тамағын тауып берсем, ақшасын тауып берсем деп. Үйден адамlar келіп тұр ма өзіңізден? Келіп тұрды өзім. Әйеліңіз келді ме? Келіп тұр ала. Болады. Енді әйелім де енді әзір жұмыстан шығып қалған ұқсайды. Енді үйге бара алмайды, қорқып жүр. Әр жерде болып жүрген ұқсайды, әр жерде болып жүрген ұқсайды. Жұмысынан шығарып тастаған орнына адам алып. Енді әзір аш болып жүр, сол бала-шағамның алдына аман сау шығып барып, сол бала-шағамды күндегі сол несібесін, Алланың берген несібесін тауып берсем деймін жұмысын істеп айтамын. Болады. Мен Жұмамұратова Қырмызы, Тағаташ Бердақ көше 38-де тұрамын. Менің інім Мақсет Бауыржан, ол Шамшырақ мақаласында тұрады. Сол кеше 11-і күні таңертең 8:00-де 11 апрель Ава. 2025. Ава. 11 апрель 2025 жыл маған таңертең Расул деген жігіт звондайды. Сен кімсің десем, мен замначальник Расулмын дейді. Не себеп звондап жатсың маған десем, Мақсет Бауыржанды мына Шамшырақ Макомкомға алып келің семьясыменен деп маған солай айтты. Сөйтіп содан мен неге десем, не себеп ол жерге апарамын десем, көмектесеміз, көмек береміз. Ішінде не жетіспейді, не зат айта алмайды жүрді, соларын айтсын келіп деп сөйтіп шақырады. Мен онда көмек беретін болсаңыз жақсы, семьясыменен апарайын сол жерге деп азанда сөйтіп Бауыржанға звондаймын. Сен сондай Макомкомға шақырып жатырыпты. Көмек беретін ұқсайды екен деп не айтып едім. Сосын ол айтты, көмек беретін болса, онда барайық. Сол жерге көмек берсе, көмегін сұрайын мен керек көмектерімді деп ол қуанып, келіншегін жұмысынан алып барды. Мен бер жақта өзім бардым. Сөйтіп, соның артынша Макомкомда мен сөйде тұрып Расулға телефон соқтым. Ал мен келдім. Қане еш адам жоқ қой бұл жерде десем, қазір мен звондаймын деп солай айтты маған. Сөйтіп содан кім Анвар деген участковый шықты кабинетінен. Сөйтіп менімен амандасып, Қырмыз апа, бір өзіңіз келдіңіз ба деді. Сөйтіп содан мен жоқ, қазір келеді Бауыржан деп айттым. Сөйтіп содан ол тыпырыштап тұра алған жоқ, участковой. Анвар, Қалжанов Анвар деген. Тұра алған жоқ. Сөйтіп содан жүр алдынан шығайық, барып алып келейік деп солай айтты. Мен айттым келеді десем, ол тыңдаған жоқ. Маған машинға отырың, алдынан шығып алып келейік деп. Сөйтіп мені машинға отырғызды да мені базар жаққа қарай жүргізді. Сөйтіп машинаменен бардық. Сөйтіп үйінің қасында тұрып еді, үйінің қасында мен үйінде жоқ дедім. Сөйтіп үйінде жоқ дегеннен кейін онда жүр базар жақтан көрейік деді. Сөйтіп базар жаққа баратқанда парктың алдынан семьясыменен шықты. Семьясымен алдымыздан шықты. Сөйтіп Бауыржанға Анвар тоқтап, сен машинама отыр, жүр Макомкомға бірге барамыз деп солай айтып еді. Сосын Бауыржан, мен сендерге сенбеймін деді. Сенбеймін, мен пешком барам деді. Жаяу барам мен қызымменен. Келіншегім отыра берсін машинға деп келіншегін отырғызды. Мен сендерге сенбеймін, сендер сенімсіздік нелерді қалдырдыңдар мені деп солай айтты. Сөйтіп соныменен келіншегі отырды, Бауыржан қызыменен пешком барды. Пешком барды. Барғаннан кейін ол жерде Бауыржанда келді. Сөйтіп Рахимов Айбек деген Шамшырақтың Макомкомы. Сол отырып биржаға звондады. Биржаға звондап, одан неге аким жәрдемшісі Даниярға звондады. Сосын женсовет бар, сосын маслахатшы бір жігіт бар. Солар бәрі сөйерде 4-5 адам жиналды. Соның артынша Анвар тұрып еді. Сөйтіп сонымен отырып бәрі неғылған кезде Бауыржан отырды осылай. Отырып айтты. Маған деді көмек беріңіз келсе деді. Мен көмек сұрауға келдім сіздерден деді. Маған көмек берің. Менің газым жоқ, светім жоқ, тоғым жоқ деді. Өзім күндік жұмыста жұмыс істеймін. Әйелім болса біреудің қолында жұмыс істейді, посуда жуады 40 мың үшін. Мен 50 мың үшін біреудің потологын қағысып көмектесіп жүремін деп солай айтты. Қызым деді, кейде әбетсіз қалып қояды тоқ болмаған кезде. Оны мен мына мектептің қасындағы пішіханаға барып, сүйеден тойдырып, сөйтіп оқуына жіберем постоянно.
маған соларыма көмек бер, мен сендерден көмек сұрамаймын деді. Сосын Анвар Қалжанов Анварға айтты, сен деді менің белсебетім 1 февраль күні ұрланды. Мен арза жаздым. Арзамды сен қараған жоқсың. Бірақ басқа нелерге қағаздарға қол қойдырып алып кеттің менен. Бірақ менің белсебетімді тауып берген жоқсың да қарамадың менің арзамды деп солай айтты. Сосын ол жауап бере алған жоқ. Сөйтіп ЗАГСын көрсетті. Міне деді ЗАГСым, менің ЗАГСымды көрің. Менің әйелімді деді, сіздер деді, жаңа жолда жүрген әйел деп ойлап жүрсіңдер. Үйіне гілең мынандай жайлы байы жоқ қатындарды жинайды үйінде деп солай ойлап, менің үйімді аңдып камераға неге түсіріп жүрсіңдер деп солай айтты. Сөйтіп ЗАГСын мен қолыма алдым. Сөйтіп Рахимов Айбектен бастап көрсеттім, бәріне айландырып көрсеттім ЗАГС қағазы. Міне дедім, сіздер солай жаман не қатын тауып алды деп ойлап жүрсіңіз. Міне ЗАГСын көрің деп, бұлай Анварға келіп тақалдым. Сөйтіп Анварға келіп айттым, Анвар дедім, саған керек қой дедім, кеше милицияханада дедім, сен менде мынаның ЗАГСы бар ма дегенде мен бар ғой деп айтқан кезде сен таң қалдың. Сол сен жаман қатын деп ойлап жүр екенсің ғой, міне көр ЗАГСын деп мен солай айттым Анварға. Сосын ол шыдап тұра алған жоқ ол жерде, шығып кетуімен болды. Шығып кеткеннен кейін інім Бауыржан жөтеліп ауырып жүрді, сепрастон укол алып жүріп еді. Сөйтіп сонымен тамағына қақырып кеп қалған кезде түкіруге шықты ол. Далаға түкіруге шығып еді, қызы да еріп шықты қасына, 4-ші класс қызы. Еріп шыққаннан кейін бір кездері Анвар Қалжанов Анвар інім Мақсет Бауыржанның кіріп келатырса мойнынан тартып қылғындырып далаға тартып кетті сүйреп. Сөйтіп содан біздер қыздың дауысын естідік, папамды жіберіңдер. Мінекей мен папамды неге мойнынан қылғындырып атсыңдар, өлтіре жақсыңыз папамды деп қыздың дауысын естікті. Бізден бұрын Рахимов Айбек есікке қарай жүгірді. Шамшырақтың макомкомы есікке қарай жүгіріп болып есікті тартып іліп біздерді шығармай тұрды. Сырттан оңдасын деген, мына милицияханада істейтін оңдасын деген милиция сыртынан итеріп тұрды. Сосын мен қол телефонымды алдым да, мен камераға алдым, данкомның іштерін, отырған адамдардың бәрін камераға түсіріп бастадым. Міне Шамшырақта болып отқан ахуал. Мінеке макомком Рахимов Айбек өз бұқарасына жауапкершілігі жоқ, жауап бере алмайды. Бізді шығармай іште қамап тұрыпты. Міне сондай ахуал болып жатырыпты. Міне мен өз камерама алып жатырмын. Камера жоқ жерде істеп жатыр бұлар білгендерін. Камера бар жерде істемей, жоқ жерде істеп жатырыпты. Мен сол үшін телефоныма видеоға алып жатырмын деп айттым сол жерде. Сөйтіп содан айнаға бардым. Мен далада милициялар түсірейін, не қылып жатқанын көрейін, кәнеке көрсетейін, осыны түсірейін деп түсіріп жатырсам, менің інімді 4 милиция ұрып жатқан екен сабап. Содан мен айнаны аштым да айнадан секірдім. Секіріп барып милициялардың қолдарына жабыстым мен. Ұрмаң, неге ұрып жатсыңдар? Сендер неге камера бар жерде білгеніңізді істемедіңдер? Заң бойынша істеп жатқан болсаңдар. Сендер заң бойынша емес, заңсыздықты бұзып жатсыңдар сендер. Заңсыз бойынша істеп жатқан жоқсыңдар. Заңсыз жоқ сендерде. Сендер ешкімге бағынбайды екенсіңдер онда деп мен солай айттым. Сөйтіп інімді ұрдықтырмай неғып тұрып едім. Бір кездер есік ашылды, оңдасын деген жүгіріп келді да менің қолымнан тартты. Сөйтіп мен тартқаннан кейін мен неге мен тартасың деп неғып қайттан камераға алып бастадым. Камераға алып бастағаннан кейін міне ішкі істер бөлімдері, фамилиясын білмеймін, Саламат деген участковой бар. Оның ішінде оңдасын деген участковой бар. Ондан жаңағы Қалжанов Анвар деген бар участковой. 4 милиция, және бір милиция бар, оның да атын білмеймін, ол өздері біледі ол кім екенін. Ашық кітапқа милиция бар еді. Сөйтіп төртеулеп ұрып атқанның несін мен камераға алып бастадым. Міне сендер мен видео болады, маған факт болады деп қайттан телефоныма алып түсіре бастадым. Сөйтіп түсіре бастаған кезімде ана оңдасын деген менің қолымнан тартып, сүйреп ұрып, мені кобот машинаның артындағы багажникке мені тақап қойып, ұрып, қолдарымнан ұрып, сендер зайбал қылдыңыз қой, мына телефонға, видеоға алып. Сен видеоны дәлел қылдыра алмаймын мен саған, қылдырмаймын, қанеке, бер телефонды деп мені ұрып, қолымнан телефонымды тартып алды. Сөйтіп содан кішкентай 4-ші класс қыз телефонына түсіріп жатырып еді, оны Қалжанов Анвар барды да,
қызды итер жіберіп сендер зайбал қылдыңдар ғой камераға алып деп қыздың да қолындағы телефонды жұлып алды. Қыз жерге құлады. Сөйтіп содан жылап мамасы барды да тұрғызды. Сөйтіп күйеуіне келіншегі жабысты. Майра деген келіншегі Бауыржанның. Сол жабысып неге ұрып атсыңдар, оны ұрмаң. Сендер неге камераның алдында жиналыс қыламын деп бізді алдап шақырып, мына істеп атқан істеріңіз деп ол күйеуіне жабысып жерде жатты. Онан төрт мелесе төрт жағынан о қызды келінді де ұрып тастаған қолдарын. Сөйтіп оның қолдарын кесіп кеткен бармақтарын тіліп. Сөйтіп сонан інімді сөреп жүріп, қалай болса сөреп жүріп, телефондарымызды алып қойып сөреп жүріп ұрды. Ұрып, және бір милигвадия деген балдары бар, және бір екі соларда келді. Олар да дубинкіменен ұрып атыр, жерге сөреп қойып жатқызып, кезекпе-кезек ұрып атыр бұлар жерде. Сода інім талды о жерде. Талған кезде мен скорый шақырың, мынау талып құлап атыпты ғой. Сендерге өліп қалса да бәрібір ма десе, өлмейді. Шақырмаймыз скорый деп, жерде Қалжан Аныбармен оңдасын сөйлеп айтты маған. Сөйтіп ешкім скорый да шақырған жоқ. Содан ана інім әлсіреп тұрып, күттай демалып тұрып өзіне келді. Келгеннен кейін інімді қайтадан ұрып, көлік машинаға салды бұлар. Қайтадан ұрып, әлінен кеткесін күштеп салды. Сөйтіп содан мен білген барған жерлеріме барған жерлермеден барамын, сендердің үстілеріңізден арыз жазамын, неғып, сендерді мен бұлай қалдырмаймын, барлық жерге шығамын, прокуратура бар ма, президенттің нелеріне де шығамын, деп мен солай айттым. Білгеніңді қыл, қолыңнан келгеніңді істе, қолыңнан не келеді, қолыңда факт та жоқ, телефонда жоқ деп сөйлеп айтты маған оңдасын деген адам. Содан ішке кірді, мен 3 кезек телефонды сұрадым. Бер дедім телефонымды, бер мен қол телефон. Ақың жоқ сенің мен қолымда телефонды мені ұрып алу. Деп солай айтсам, ол жоқ телефон берілмейді, баратын жеріңе деп маған солай жауап берді. Берген жоқ маған телефонымды сол жерде. Аныбар да берген жоқ. Ол да баратыныңды білгеніңді қыл бар. Сен не қолыңнан не келеді деп маған Қалжан Аныбар солай айтты. Сөйтіп сонымен інімді алып кетіп, сол бойда ұрып салып алып кетіп, мына психолог бұзылған психбольницаға апарып тастаған. Содан біздер іздедік, таба алмадық. Сөйтіп түнгі 12-нің уақытында 102-ге шығып звондадық. Олар білмейміз деді. Қайтадан участковойдан сұраған деді. Участковойға шықсақ, участковой Аныбар, Қалжан Аныбарсың ба деп не қылсақ, ол мен емес, участковой емеспін деп жауап тастады, жауап бермей. Содан қайттан 102-ге звондадық біздер. 102-ге звондасақ, соныменен ол жаңа оңдасын дегеннің номерін берді. Оңдасының номерін берді. Оңдасын бір кезде оңдасынға звондадық. Сөйтіп қаяқта бала, бізде таба алмай жатырмыз, хабарсыз, атарсыз, өлтіріп тастадыңдар ма сендер? Біздерге апарған жерін айт, еш болмаса десе, балаң керек болса, інің керек болса, психбольницада жатырыпты. Бар, керек болса шығарып алың деп солай айтты біздерге. Сосын мамама кел, милисаханаға кел, азанды 9-да кел, сөйлесіп алайық деп мамама жалынып бастады. Сосын мен алдым да телефон, мамамның қолынан телефонды алдым. Бармайды мамам дедім, сен алдап шақырып, менің де мамамды психбольницаға апарып тығажақ шығарсың. Барылмайды ешқандайды, ешкім бармайды. Баланың қай жерде екенін білдік қой, енді барамыз қазір түнімен деп. Сол түнгі 1-дің уақытында біздер психолог бұзылған психбольницаға бардық. Барсақ тек дежурный врачпен сөйлестік. Направлениесі бар ма деді, направлениесі жоқ деді. Тек бұны деді 48 сағатта не қыламыз, одан кейін шешіледі несі. Мыналар ішкі істер бөлімі өздері документ жинап әкеп тастаған деп солай айтты дежурный. Сөйтіп сол дежурный сөйтіп айтқасын, біздер ертесіне бардық, врачмен сөйлестік. Врачмен сөйлессек, врачы үстінде еш жарақат не жоқ деп врачы біздерге солай айтты. Направлениесі бар деп тұрды. Направление қараса жоқ. Тек январда уже бұның ізіне түсіп бастаған екен. Астен ЕКК-ға түсіріп, анаған түсіріп, қолына ЕКК қағаздарын сұраса бермей, участковый сөйтіп түсіріп алып жүрген екен. Мен саған берген көмегім болсын деп түсіріп документтестірген.
қарасаң бұрынғы көк паспорт сериясымен дұрыс келмейді бұл. Қазіргі ID-мен дұрыс келмей тұр. Направлениесі де жоқ бұл жігіттің. Жиналған документтің числоларды тапсырған күнімен числоларды тура келмей тұрыпты. Еш заты тура келмей тұр. Енді сот болған, ол жерде сразу сотқа берген бұлар. Сөйтіп сотқа берген кезінде ол жерде сот болған. Сот болғанда Қалжанов Анвар барған, жаңағы Рахимов Айбек барған. Сөйтіп және бір-екі қоңсынан өтірік нелер арзылар алған. Бұлар әйтеуір ондай деп жаздырып алған. Домкомның несі бар ғой бір жағында? Bir жағында Домкомның да қатысы бар. Хаты бар. Домкомның Письмо берген бе? Письмо берген. Сол жерде Рахимов Айбек өтірік айтқан. Бұның Рахимов Айбек неме махалла ком ба? Махалланың несі, Макомкомның бастығы сол. Сөйтіп, содан бір сүйеді сот болған, 2 күннен кейін сот болған. Біздің хабарымыз жоқ. Диспансерде, Нөкістегі диспансерде. Диспансерде сот болған. Біз сот болатын неден хабарымыз жоқ. Бізге ешкім айтқан жоқ. Сот болатын. Адвокатам қатынаспаған. Адвокатам қатынаспаған, тергеуші де қатынаспаған ол жерде. Ешкім қатынаспаған, тек өздері қатынасқан. Сөйтіп сонда Рахимов Айбек Макомкомның несі өтірік сұхбат берген. Бұның туған туысқаны жоқ. 2000 жылда 22-ден бастап 22 жылдан бастап бұны туған туысқандары тастап кеткен, рухилық кеселі болғаннан кейін бұлар хабар алмайды, қатынаспайды туған туысқанның ешқайсысы деп өтірік сұхбат берген сол жерде. Айбек деген. Видеоға ма, не қандай сұхбат берген? Не жазу түрінде, жазба түрінде. Жазба түрде. Жазба түрінде берген. Бірақ сот айтқан 2 сағат уақыт берген, туған туысқандарын шақырың, не қылың десе, ол кезде ешкім бізге айтқан жоқ, өздері қатынасқан. Болмаса Айбек деген менің де номерімді біледі, мамамның да номерін біледі, ана інімді такси қылып мініп алып жүртті, оның да нөмірін біледі. Сөйтіп келіншегінің істейтін жерінен біледі. Бірақ айтпаған, айтылмаған. Ана жаңа кім Қалжанов Айбек, ол да кім Қалжанов Анвар, ол да біледі менің нөмірімді. Сот болатын кезінде бірақ таба алмағанда олар. Алдап шақыруға табады нөмірді. Алдап шақыруға табады да бұлай таба алмайды екен да. Сот болатын болса таба алмай қалады екен олар. Енді сонда лечащий емлеп атқан врачпен сөйлестіңіз бе? Қандай назначениеден білген? Несі ауырлығы, кеселіліктің олар несін қояды ғой, ауырлық несін. Мөлшерін қойып береді да, диагнозын жазады. Сөйлестіңіз бе врач? Главврачпен немен сөйлескенде диагноз туралы олар есет айтқан жоқ. Ештеңе айтқан жоқ. Диагноз сұрасаң олар не қылмайды. Тажы керек десең үстіндегі жарақат болған жарақаттарын жасырған бұлар. Жарақаттарын жасырған. Мен экспедицияма содан мен ана тергеуші әкеліп, 1 апта дегенде тергеуші келіп экспертизадан. Ішіне сүйелге әкеліп, сөйтіп түсіртіп алып кетті тергеуші. 1 апта болған кезінде мен суретті бердім, суретті бергеннен кейін барып, 1 аптадан кейін тергеуші барып, түсіріп не қылып алды, не? Ана неден өткізді. Экспертиза. Содан өткізді. Сонымен врачтан сұрады, диагноз есет айтпайды, басында травмасы бар деп сөйлейді. Травма алып беді ол жігіт. Ол травма бұрындар Қазақстанға барғанда бір алданып қалып, жұмыс неғызып, келіспей, ақшаларын бермей, сонда балдар алдап алып кетіп, ұрған ғой гілең бір 5-6 баланы сөйтіп, не? Сондайлардан травма алғанда бұл. Сапсау ғой, сөйлестім мен жаңа. Сапсау жігіт. Законды жақсы біледі. Енді бұның участковой әуелден айтып жүргенде сені психикаға тығамын сені деп угроза қыл жүрген. Солай айтып жүрген. Бұл денсаулығы жақсы деген несі де бар екен, мағлұматнамасы. Мағлұматнамасы бәрін 1 айнадан алдық бәрін.
бұрын неде диспансерде есапта тұрмайды деген. Есапта мына сотталмаған, наркологическийде жоқ. Алдынан бұл Бауыржанның ізіне түсіп жүргенінің себебінің түп себебі неде екен сонда? Соны айтып Түп жібересіз. себебі болғанда енді бұл жай сатылатын кезінде бұл Қазақстанда болды. Үйіміздің іші бір машин мен бір машин авария болған кезінде жай соны төлеп беретін болды, 2 машинды шығаратын болды. Сөйтіп сонда жайды бұлар ақша таба алмағасын сатты. Сөйтіп сатқаннан кейін бұл өзінің салған бір бөлме комнатасында бұл бала қалды. Қазақстанда кезінде Сатылған жайдың бір комнатасында. Бір комнатасында қалды. Сөйтіп қалғаннан кейін оған жасау ұқын нотариус беріп қойыпты. Нотариус беріп қойыпты, қолында қағазы да бар. Онdan кейін бұл жайдың иесі бұны пропискадан да шығарып жібермеді. Ақша беріп па, әйтеуір бір не қылып, пропискадан шығарды бұл баланы. Сөйтіп оныменен мен Нөкіске бұла паспорт столдың ең үлкен несіне письмо жібердім почта арқылы. Сөйтіп почта арқылы жібергеннен кейін 3 күннен кейін келді да паспорт столды тексерді. Тексерген кезінде сразу 14-тен баса пропискаде бар екен, сөйерге пропискаға отырғыздым. Ақысы жоқ, еш адамның бұның жасау құн беріп қойыпты, документтерін көріп шықтым мен, қайттан пропискаға отырғыздырып берді сол жер. Қолына пропискаде бар деген қағазынан ұстатты, өздері де бір нұсқасын алып кетті олардан. Сөйтіп жайдың иесін шақырың, сөйлесейік, түсіндіріп айтайын мен дегенде паспорт столда жеңіс дегендер ешқайсысы шақырған жоқ. Кім екен о жайдың иесі? Сатып алған адам. Жайдың иесін қазір айтам мен. Мен қағаздың есінде бар еді. Кешекте мен сол арыза жазған ғой бір жағынан, ең әуелі, сол 11-інде. Соның арызасы бар ғой, солай ма? Әйтеуір бір ненің арызасы бар. Оның арызасы емес, қазір отырғызып қойған квартирантының арызасы болып тұр да бұл жерде. Квартиранттың. Жайды салған адам тағы біреуді квартираға қойып қойыпты, солай ма? Сүйерге квартирант алып қойыпты олар. Сүйерді квартирант алып, соларды отырғызып қойыпты. Ол себебі ол құрдан-құр отырылып тұрған жоқ ол жерде. Бұл баладан қалай болса не тауы керек. Түсінікті ғой, мүлік бар ғой бір жағында. Бір жағында мүлік бар. Сол қалай болмасын сол баланы шығару керек, не қылу керек деген не болып тұрыпты да бұларда. Сондай болып тұрыпты. Менің қағаздарым бар еді оны кешетті. Қайырғы қоймайды. Сөйтіп сол мүліктің үстінде болып тұрыпты. Бұл жерде жай бойынша спор болып тұрыпты да қазір. Жай бойынша спор болып тұрыпты. Мүмкін аналарменен не қылып квартиранты сол үшін отырғызып қой. Болмаса квартирант ар жағында отырған квартирант еді ол не? Ол бірден аяқ астынан бірден сүйерге келіп отырып қалды да ол квартирант. Міне жайды алған квартираға алып отырған Байтжанова Балжан деген. Байтжанова Балжан деген. Сол алып қойыпты. Нешінші жыл сатып алған ол жайды? Нешінші жыл сатып алған мен қазір. Несін көрейін мен. Нешінші жыл алды екен. Мына жерде нешінші жыл деп тұрайын мынау. 22-де сатылып алынған. Болды, түсінікті. 22-де. Содан бері, значит, Бауыржанды сол жайдан шығару мақсетті. Бұлардың мақсеті солай болып тұрды. Участковойында қатысы бар, жайдың да иесінің қатысы бар ол жерде. Ол квартирантта тегіннен тегін ол жерге келмеген. Сол қалай болмасын бір лекін тауып беру үшін бәрі сөйерден информация жинап, сөйтіп бұл Бауыржанды сондай қылып психқа апарып тығу несін ойлаған бұлар, ойластырған. Тағы қосымша қылатын не затыңыз бар? Енді қосымша қылатын енді осыларға қалай болмасын жазасын алсын осы адамдар. Жазасын алсын. Енді бір адам көз абаға жілі деген нені көтерейін деп тұрыпты да, ол жілі деген мойнына тағылса ол аңсатлықта шешілмейді да ол. Сол, ава. Постоянно счетта қалып кетеді. Ава. Енді менің бұларға айтатыным, счетта жоқ, қолында қағазы бар адамды, ол қалай документтестіріп, апарып диспансер, психологы бұзылған диспансерге апарып тыға беруге
қалай олар не қылып отқанын, врачтарым қалай қабылдап алып отқанын, ол бірде ата-анасынан рұқсат болу керек. Жаңа сотқа да жәбірленген адам болу керек. Ол жәмиетке қауіп салған болу керек бір жағын. Болмаса оны диспансерге туудың қажеті жоқ. Сол ғой. Жәмиетке қауіп салып жатса, бір пышақ көтеріп, ұрып, мұш көтеріп дегендей. Ондай әрекетлер істемеген болса, неге диспансерге жатқызады? Сол сауал. Ол я біреуді ұрмаған, я біреуді соқпаған, я біреуді не қылмаған. Бұның тек бір несі, жаңағы участковой жаңағы үйіне, бұлар келіншегі де өзі де жұмыста болса үйіне келе береді екен. Қызы 4-ші класс, қыз үйінде қалады, есікті іліп. Сол кезде Анвар, Қалжанов Анвар бара береді екен. Мен азатпын, есігіңді аш, папаң бар ма, мамаң бар ма деп айтады екен. Одан екінші кірттай тұрып 15 минут тұрғаннан кейін тағы аш, мен пәленшемін деп басқа аттарды айтады екен. Онdan тұрып ашпай, қыз қорқады екен. Ашпаймын мен, ешкімге ашпа деп кетті деп айтса, онdan тағы тұрып мен Анвармын, папаң керек болып тұрыпты, бір заттарға қол қойдыруым керекпін деп сөйтіп бұл алдайды екен қызды. Сосын бұл ашу, соны естіп, бұл Бауыржан сонан кейін 102-ге шығады, 1000 деген президентский порталдарға шығады, айтады, менің үйіме сонда келе береді. Не үшін келеді? Мен үйінде қызым қалады. Басқа кезде де түнде де есігімді тындырмайды, келе береді, камераға алғысы келеді мені. Неше неден бері мен аңдуы менің үйім болып тұрыпты бұларға. Не себеп екен мен түсіне алмадым дейді. Ол Анвар деген участковой. Неше жастарында, званиясы қандай кім оның? Оны білмедім. Оны білген жоқпын. Ол телефонда неге мен өзімде талай мәрте звондадым Анварға. Телефон соқтым. Мен Мақсет Бауыржанның апасымын. Неге сен қоймайсың бұларды? Қашан көрсең үйінен кетеді, біздің үйде жүреді. Келін айтады, милиция қашан көрсең Анвар үйдің қасынан шықпайды дейді. Жұмысқа кетіп баратсам да ізімнен қалмай, жұмыс жағыма дейін барады. Бауыржанды тауып бер деп, сөйтіп ізінен қалмайды екен. Сөйтіп содан 1-2 рет мен өзім Анварға звондадым. Анвар дұрыс жауап бермейді. Туысқаның керек болса үйіне келіп отыр шеш, сен не қылып отыр шеш деп дұрыс жауап сөзге не қылмайды. Қолыңнан келгеніңді қыл, білгеніңді қыл, естетіміз сол сөз. Анвардан. Енді Маканкомның аты кім еді? Аты фамилиясы? Қалжан Рахимов Айбек. Ол неше жылдан бері Маканкомның қылады? Ол так 1-2-3 жыл болды. 1-2 жылдай болып қалды. Енді Бауыржанды енді мына рухи сағлам емес деп айтуына қандай правасы бар оның? Айбекті Бауыржанды жақыннан тани ма? Бұрыннан сол қарым былай сөйлескен бе? Еш сөйлеспеген. Ол ешқайдай сөйлесіп, сен не қылып, не қылмаған, бірақ семья жағдайын қандай жәрдем керек деп мен арыз еткен адамменен сөйлесу керек қой енді Дамком. Жоқ, ондай қылып еш сөйлеспеген. Енді сонда қандай қылып ол показания береді да, хат береді. Рухи сағлам емес деген хат берген бе? Не деп хат берген? Рухилік кеселі бар деп сондай не берген. Рухилік кеселі бар. Бұрыннан мен сол туысқандары тастап кетіп қалған бұны деп сондай менен беріп қойыпты да. Туысқаны сіз, тағы кімлері бар? Туысқаны біздер 2 қыз, 3-4 баламыз біздер. 2 қыз, 4 баламыз. 6 туысқаны бар екен. 6 туысқанбыз. Онан 90 жылда қыз бар, ол Қазақстанда тұрады. Ол ертең августтың, осы майдың 30-дарына келатырды, билет алып қойыпты. Келеді ол. Одан кейін ең үлкенім менмін. Мен Жұмамұрат Қырмызы менмін. Одан кейін Мақсетов Орақбай деген бар. 85 жыл. Ол поштаның қасында 5 этаждан кредитке жай алып сол жерде тұрады. Ол қазіргі уақытта 2 айдан бері больницада жатырыпты. Нөкісте. Орақбалғаның больницасында жатыр. Ол азмас науқастанып қалды.
Одан кейінгі 88-де бала Енді бар. сонда Бауыржаннан хабар алмайды деген неге Сондай таяңға мағанада бергенде бұлар. түсіндім. Енді біздер енді өзімен өзі о семьясы бар. Әрқайсының өзінің семьясы бар. Семьясы бар бөлек. Бауыржан ең кішкенесі ме сонда? Бауыржан ең кішкентай, менен кейінгі Бауыржан ғой. Менен екіншісі ол. Екіншісі Бауыржан. Одан кейін жаңағы Орақбай дегеніміз бар. Одан кейін Тимур дегеніміз бар. Енді бұрын төбелесіп болсын, басқа не қылып болсын, ондай ахуал болды ма десем болмады дейді Бауыржан айтады да. Ол бұрын сотланбаған, я бір еш жерде бір неде тұрмайды, бір жаман адам деген неде тұрмайды да. Қоңсобасынан жалып болған емес мысалы. Қоңсыларынан болған емес. Қоңсылары да тілхат беріп қойыпты. Оның еш біздерге азарда жоқ, несі де жоқ деп тілхаттарда бар, паспорт копияларымен беріп қойыпты. Сосын неше жылдан бері бірге жүрген жұмыстас балдары бар, мына надежный патолог істеп жүрген. О балдарда жазып керек десең сотқа дейін барамыз деп қайта не қылып жатырыпты. Енді адвокаттан не жерден, адвокаттың аты жөні кім? Адвокаттың нешесінде тұттыңыз? Мысалы 11-інде ұстап алып кеткен болса, сіз адвокат тұттыңыз ғой енді. Тұттық, адвокат тұттық. Нешесінде тұттыңыз? Где-то қай кезде тұттық ай. Содан кейін бір 11 болса, сол 17-леріне ма, 17-леріне ұстадық адвокатты. Айымжан деген бірақ фамилиясын білмеймін. Одан не жәрдем болып отыр? Енді одан жәрдем болғанда бұл кешегі болған сотқа наразымын деп Бауыржанның өзі де не қылған, айтқан, наразымын мен мына сотқа, мен туған туысқаным жоқ, наразымын деген. Сөйтіп ол сот адвокат қатынасқан ба? Ол адвокат ол кезде біздер жалдамап еді. Одан кейін жалдадық біздер. Түсіндім. Одан кейін жалдадық. Енді адвокат жаңағы неге Верховный сотқа операционный ма сондай арыз тастап қойыпты. Операционныйға. Неге Нөкістің өзіне бермейді? Нөкістің өзіне бермегенде себебі кешегі болған сот көші-қон сот екен. Көші-қон сотқа ол полный несімен онда қосып неге Верховный сотқа беріп қойыпты. Верховныйға беріп қойыпты. Енді жақын арада қаралады деп сөйдеп жатыр адвокатымыз. Сөйлесіп не қылып тұрыпты. Ол да барып анаяқтан сұхбат алып тұрыпты. Сол врачтары да сол үстінің жарақаттарын нелерін көрмеген бұлар. Енді тергеуші жарақаттары бар деп айтты. Неден түсірдік деп тергеуші де шақырды мені, сөйлестік тергеушімен де. Қосымша енді ол Айбек дегеннің үстінен қайттан не беруім керек болып тұр. Арза берем қайтадан. Қайтадан арза беремін. Тамком ба? Макомком. Айбек, Рахимов Айбектің үстінен қайттан арза беремін. Не себеп дегенде ол себебі туған туысқандарын біле тұрып өтірік мағлұмат берген ол. Туысқандары жоқ, тастап кеткен, ешкім қарамайды, не қылмайды, өзіме өзі сондай ауырған, сауырған деп сондай қылып айтып қойыпты бұл. Сол үшін мен арзаны қайттан тастайын деп отырмын. Отдельный Айбектің үстінен тастайын деп отырмын. Ол Дамкомның берген несі жоқ, я? Письмосы. Дамкомның берген письмосы жоқ. Дамкомның берген письмосы жоқ. Мына нелерінің беріп қойғандары бар. Болады, оны сөйлеске түсіре аласыз. Ол айтатын габыңыз бар ма тағы? Айтатыным сол. Осылар әйтеуір жазасын алсын. Осы мына інімді осы психбольницадан шығарып алуымыз керек. Я ауруы жоқ, я несі жоқ бұның. Құрдан құр міне 11 уже ертең осы майдың 11-де 1 ай болады. Бұның жатқанына. Сол айтарым сол. Болады.